Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру тәртібі. Еңбек мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар беру қағидаларына сәйкес өтініш беру үшін жұмыспен қамту орталығына жүгінеді. Бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курсынан өткен немесе бағдарламаның бірінші шеңберінде қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды аяқтаған жұмыссыз адамдар, кәсіпкерлер және жүгінген сәтте Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес бірыңғай жиынтық төлем төлеген адамдар мемлекеттік гранттар алуға үміткер болып табылады. Бұл ретте үміткерлер қатарынан атаулы әлеуметтік көмек алатын, табысы аз және көп балалы отбасының мүшелері, сондай-ақ оралмандар мен қоныс аударушыларға бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту курсынан өту немесе бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде қысқа мерзімді кәсіптік оқыту талап етілмейді. Мемлекеттік грантқа үміткер кәсіпкерлер үшін заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу, дара кәсіпкер мәртебесін рәсімдеу мерзімі мемлекеттік грант алу үшін жүгінген сәтте 1 жылдан аз болуға тиіс. Комиссия отырысы бағдарламаның аудандық үйлестірушісі жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жанынан жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттарды алуға үміткерлердің өтініштерін қарау үшін аудандық атамекен кәсіпкерлер палатасы, мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктен, аудандық бұқаралық ақпарат құралдары өкілі қатысуымен құрамы 7 адамнан тұратын комиссия құрылған. Комиссияның отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі. Сондай-ақ бейнеконференц байланыс режимінде өткізілуі мүмкін. Комиссия құрамы төрағадан, төрағаның орынбасарынан және комиссия мүшелерінен тұрады. Отырысқа қатысқан мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе, комиссияның шешімі қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Комиссияға ұсынылған құжаттарды қарайды және әзірлеген бизнес жоспарына сәйкес мемлекеттік грант беру немесе бермеу себептерін көрсете отырып, қорытынды дайындайды. Мемлекеттік гранттар беру туралы тиісті қорытындыны халықты жұмыспен қамту орталығына жібереді. Қорытынды беру үшін комиссия қажет болған жағдайда мемлекеттік грант алуға үміткер адамдармен жеке әңгімелесу өткізеді не қосымша құжаттар сұратады. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар алған азаматтардың тапсыратын есептері туралы. Халықты жұмыспен қамту орталығы мемлекеттік грант қаражатының мақсатты пайдалануына мониторинг есептерін 12 ай бойы жүргізеді және грант алған азаматтар түзілген шартқа сәйкес 90 күн ішінде, яғни 3 ай көлемінде алған заттарын растайтын құжатын қабылдайды. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес аудандық кірістер басқармасына тіркеледі. Қызмет көрсету, өндіріс саласы бойынша кәсіп ашқан азамат жеке кәсіпкер ретінде, ауыл, мал шаруашылығы саласы бойынша кәсібін ашқан азамат бірыңғай жиынтық төлемді төлеу арқылы оның нысаналы пайдалануын растайды. Ұсынған бизнес жоспарына сәйкес сатып алынған еңбек, техникалық жабдықтарын растайтын құжаттарының көшірмесін тапсырады. Қызмет көрсету, өндіріс саласы бойынша шот фактура, фискалдық түбір тегін, ауыл, мал шаруашылығы саласы бойынша сатып алынған әрбір ірі ұсақ мал басына ветеринариялық паспорт, ауыл шаруашылық жануарларын сәйкестендіру жүйесіндегі анықтамасын, ашқан жұмыс орнын және сатып алған заттарын растайтын фотосын. Мемлекеттік грант алушы грант алған күннен бастап 12 ай бойы жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатыса алмайды. Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант қаражатын мақсатсыз пайдалану фактісі анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген тәртіппен мемлекеттік грант қаражаты қайтарылады. Орталықтың есебі бойынша Дербісек ауылдық округінің тұрғыны Сманова Бибіхан Исақызы түзілген шартқа ұсынған бизнес жоспарына сәйкес 10 соттық үй іргелік жеріне тамшылатып суару кәсібін бастап, алған 555.600 теңге грант қаржысын мақсатты жұмсап, өз кәсібін дөңгелетуде. Үй игерлігі жері бойынша 10 соттық жеріме үкімет тарапынан грант алдым. Қайтарымсыз. Құжаттарымды 20-20 арқылы өткіздім. Бірінші өнімге қызанақ егіп алдым, екіншісіне құлпына ектім. Және де өз өнімдерімді халыққа арзан бағада сату мақсатында. Бұдан да ар жақ қарай ауыл шаруашылығын көркейтіп дамытқым келеді.